А бөлінген Б тең болады С бөлінген Д. Яғни Аның Б-ға қатынасы тең С-ның Д-ға қатынасы пропорциясында А және Д сандары қалай аталады? А және Д сандары шеткі мүшесі деп аталады. М-ның X-ға қатынасы, Y-дің N-ге қатынасы пропорциясында X және Y сандары қалай аталады? X және Y сандары ортаңғы мүшесі деп аталады екен. Келесі теңдіктердің қайсысы пропорция болып табылады? Пропорция болу үшін мына екі шеткі мүшесінің көбейтіндісі екі ортаңғы мүшесінің көбейтіндісіне тең. Мысалы қарайтын болсақ, 8-ге 1 көбейтсек 8, 2-ге 0,4 көбейтсек 0,8. 0,8 8-ге тең емес, сондықтан бұл пропорция емес. Пропорция емес. X-қа қояйық, X белгісін. Келесі. Так. 1-дің 4-ке қатынасы 0,2-ның 0,8-ге қатынасы. 0,1 мен 0,8 шығады көбейткенде, 7-де көбейткенде 0,8 шығады. Демек, бұл пропорцияға жатады. Екіншісі. 4-тен 1 тең болады 0,2-ның 0,8-ге қатынасы. Так, сонда 0,8 тең болады 4 көбейтілген 0,8-ге. Жаз қояқ, 4 көбейтілген 0,2. 0,2. Тең бе? Тең бе? Тең. Демек, пропорция деген сөз. Келесі. 7 мен, тексеріп көрейік. 7 мен 0,3-дің көбейтіндісі 2,1. 21-ге 0,1 көбейтсем 2,1. Демек, бұл пропорцияға жатады. Так, 7 бөлу 0,1 тең 21 бөлу 0,3. Так, 7 көбейту 0,3, ол тең 21 көбейту 0,1. Екі шеткі мүшесінің көбейтіндісі өзара тең болу керек. Келесі, 4-шісін тексеріп көрейік. 9-ды 0,6-ға көбейткеніміз 2,7-ні 0,6-ға көбейткенге тең ба дейді. 9-ды 0,6-ға көбейтсек, ал жер 9-ды 54, сонда 5,4. Ал 2,7-ні 2-ге көбейтсек, 5,4 шығып тұр. Так, мынау бізде нешінші болған жаңа? Так, 3-ші болған, Енді 4-ші. 9 бөлу 2 тең 2,7 бөлу 0,6. Сонда 9 көбейту 0,6 тең 2 көбейтілген 2,7-ге тең. Келесі, енді 5-шісін тексерейік. 4,2-ні 7-тен 1-ге көбейтсек, 7 жерде 6 шығады. 6-ны 1-ге көбейтсек 6 шығады. Демек, пропорцияға жатады. Келесі, 5-ші. 42 бөлу 6 тең 1 бөлу 7-тен 1. Сонда 42 көбейту 7-тен 1 тең 6 көбейту 1-ге тең. Келесі 6-шысын тексерейік. 5 пен 0,2-ның көбейтіндісі. 5-ге 0,2-ні көбейтсек 0,1. 2-ге 0,5-ті көбейтсек 1 шығады. Демек, бұл пропорцияға жатпайды. Мына жерге біз X белгісін қояйық. Келесі. Пропорцияны жазыңыз. 16-ның 20-ға қатынасы 8-дің 10-ға қатынасындай. 16-ның 20-ға қатынасы тең 8-дің 10-ға қатынасындай. Біріншісі. Екіншісі. 4,2-ның 6-ға қатынасы 1,4-дің 2-ге қатынасындай. Келесі. Үшінші. 1,5-дің 3,5-ге қатынасы 6-ның 14-ге қатынасындай. Келесі. Төртінші. 4-тен 3-дің 6-ға қатынасы 2-ден 1-дің 4-ге қатынасына тең. Келесі. Қатынастардан пропорция құрыңдар. Бірінші. Так. 8-ден 32 тең болады. 4,8-дің 1,2-ге қатынасындай. Келесі, екінші, мынаны болдық. Так, 7,5-дің 2,5-ге қатынасы 9-дің 3-ге қатынасындай. Келесі, үшінші, 2,5-дің 10-ға қатынасы 2,5-дің 10-ға қатынасы. Так, 3-дің 12-ге қатынасындай. 3-дің 12-ге қатынасындай.
Келесі енді 2012-ге қатынасы 2012-ге қатынасы 7-нің 42-ге қатынасындай. 2-ні 12-ге көбейтсем 84, 12-ні 7-ге көбейтсем 84 шығып тұр. Келесі екіншісі 14-ні 21-ге қатынасы 14-ні 21-ге қатынасы 14-дің 21-ге қатынасы тең болады 36-ның 54-ге қатынасына тең. Келесі 8-дің 14-ге қатынасы 20-ның 35-ге қатынасындай. Келесі 15-дің 10-ға қатынасы 27-ның 18-ге қатынасындай. Келесі 18-дің 24-ге қатынасы 6-ның 8-ге қатынасындай. Келесі пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз дейді. Бірінші есепте x бөлінген 20 тең 2 бөлінген 5. Бұл жерден біз x-ті табу үшін 20-ны 2-ге көбейтіп, яғни ортаңғы мүшелерін көбейтіп, шеткі мүше, яғни 5-ге бөлеміз. Сонда бізде шығады екен 40-40-ты 5-ке бөлсеміз 8. Келесі екінші x бөлінген 18 тең 7 бөлінген 9. x тең болады 18-ді көбейтеміз 7-ге бөлеміз 9-ға. 9 мен 18 қысқартамыз, 2-ден береміз, сонда 14 шығады. Келесі үшінші x бөлінген 18 тең 2 бөлінген 3. Енді бұл жерден x-ті табу үшін астына жазайық. x тең болады 18 көбейтілген 2 бөлінген 3. 18 мен 3-ті қысқартамыз, 6-тан береміз, 6 2 12. Келесі төртіншісі 6 бөлінген x тең 3 бөлінген 7. Так, x тең болады. Шеткі мүшелерін көбейтеміз. 6-ны 7-ге көбейтіп, 3-ке бөлеміз. 6 мен 3-ті қысқартамыз. 2-ден береміз. 2 7 7 14. Келесі бесіншісі 5 бөлінген 9 тең 5 бөлінген x. Бұл жерден x-ті табу үшін 15-ті көбейтеміз 9-ға, бөлеміз 5-ке. 15 пен 5-ті қысқартайық, 3-тен берем, 3 жерде 9-ым, 27. Келесі алтыншы 12 бөлінген 7 тең 60 бөлінген x. x тең болады 7 көбейтілген 60 бөлінген 12. 12 мен 6-ны қысқартам 5, 5 7 7 35. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз. x-ті табу үшін қарама-қарсы екеуін көбейтеміз. 8-ді 35-ке көбейтіп 14-ке бөлеміз. Біріншісінде 8 көбейтілген 35 бөлінген 14. 35 пен 14-ті біз 7-ге қысқартайық. Мына жерде 2-ден береміз, мына жерде 5-тен береміз. 2 мен 8-ті қысқартайық, 4-тен береміз. 4 5-ін бізде 20 шығады екен. Келесі бірден таба салам. x тең болады. Мына жерде x-ті табу үшін 12-ні 7-ге көбейтіп 28-ге бөлеміз. 28 мен 7-ні қысқартайық. 1-ден берем, 4-тен берем. 12-ні 4-ке бөлсек 3 шығады. Келесі үшіншісі. Так, үшіншісінде x-ті табу үшін, мына x-ті табу үшін 4 пен 18-ді көбейтіп 6-ға бөлеміз. 18 пен 6-ны қысқартайық, 3-тен берем, 4 3-ім 12 шығады. Келесі төртіншісі. x-ті табу үшін 2 шеткі мүшесін көбейтіп, яғни 21-ге 10-ды көбейтіп 14-ке бөлеміз. 21 мен 14 қысқартайық. Мына жерде 7-ге бөлсек 3-тен берем, 2-ден берем. 10-ды 2-ге бөлсем 5 болады. Келесі бесінші x тең болады. x табу үшін 10 мен 18-ді көбейтіп 60-қа бөлеміз. 10 көбейту 18, 18 бөлінген 60. 180-ді 60-қа бөлсек 3 болады. Келесі алтыншысы x тең болады. 25 пен 18 көбейтіп 45-ке бөлеміз. 25 пен 18 көбейтіп 45-ке бөлеміз. Қысқартайық енді. Так, 18 мен 45-ті қысқартайық. 9-ға бөлсек 5-тен берем. 9-ға бөлсек 2-ден берем. 25 пен 5-ті қысқартамыз. Мына жерде 5-тен берем. Мына жерде 1-ден берем.
Сонда 5-ті 2-ге көбейтеміз, 10 шығады. Келесі берілген сандардан пропорция құраңыз. 6, 12, 4 және 8. Так, былай құрауға болады. Біріншісі 12-ның 6-ға қатынасы тең 8-дің 4-ке қатынасындай. Немесе байда ауыстыруға болады. 4-дің 6-ға қатынасы 8-дің 12-ке қатынасындай деп те құрастыруға болады. Немесе 12-ның 8-ге қатынасы 6-ның 4-ке қатынасындай деп құрастыруға болады. Немесе келесі 15-дің 3-ке қатынасы тең 25-дің 5-ке қатынасындай. Немесе 15-ке қатынасы тең 5-дің 25-ке қатынасындай деп құрастыруға болады. Келесі 25-дің 15-ке қатынасы тең 5-дің 3-ке қатынасындай деп құрастыруға болады. Енді келесі 17, 49 және 70. 70-дің 10-ға қатынасы тең 49-дің 7-ге қатынасындай деп құрастыруға болады. Келесі 10-ның 70-ге қатынасы 7-ның 49-ға қатынасындай деп құрастыруға болады. Келесі 70-дің 49-ға қатынасы 10-ның 7-ге қатынасындай деп құрастыруға болады. Немесе 49-ның 70-ге қатынасы 7-ның 10-ға қатынасындай деп құрастыруға болады. Сонда 4-те құрастыруға болады. Берілген пропорциядан жаңа пропорция құрыңдар. Пропорцияның шеткі мүшелерін орындарын ауыстыру арқылы. Бірінші міне 8-дің 5-ке қатынасы тең 24-дің 15-ке қатынасына дейді. Екі шеткі мүшесін ауыстырамыз. Сонда 15-дің 5-ке қатынасы тең 24-дің 8-ге қатынасына деп құрастырсақ болады. Келесі әсі 9-дің 7-ге қатынасы тең 18-дің 14-ке қатынасына деп құрастырамыз. Келесі 14-дің 7-ге қатынасы тең 18-дің 9-ға қатынасына деп екі шеткі мүшесін ауыстырсақ болады. Келесі мынау бірінші болған. Екіншісі екіншінің асы ортаңғы мүшелерінің орнын ауыстыру арқылы орындаймыз. 16-ның 20-ға қатынасы 4-дің 5-ке қатынасындай. Сонда 16-ның 4-ке қатынасы 20-ның 5-ке қатынасындай. Келесі әсі 36-ның 28-ге қатынасы тең 9-ның 7-ге қатынасындай. Енді 36-ның 9-ға қатынасы тең 28-дің 7-ге қатынасындай. Келесі 79-шы есеп. Есепті пропорция құру арқылы шығарыңдар. Өзенде жүзген сал 9 сағатта 25,2 километр қашықтықта болды. Осы өзенде жүзген сал 36,4 километр қашықтықта неше сағатта болады? Так, бізде жылдамдықты пропорциямен алсақ, есті т-ға бөлеміз. Екі жағдайда да жылдамдық тең. Яғни 25,2-ның 9-ға қатынасы. Так, 36,4-дің x-қа қатынасындай деп аламыз, неше сағатта жүрсен, осы жерден x-ті табамыз. X тең болады 9 көбейтілген 36,4 бөлінген 25,2. Так, былай табайық, x тең болады. Сонда 9 36,4-ке көбейтіп 25,2 тең болады екен, 13 сағатта жетеді. Бұл біріншісі болды. Келесі екіншісі. Пойыз 245 километрді 3,5 сағатта. Пойыз осы жылдамдықпен 336 километрді неше сағатта дейді. 245 километрді
3 сағатта. Так, 3,5 сағатта, 3,5 сағатта дейді. 336-ны x-те қойық. Енді бұл жерден x-ті табу үшін 3,5-ті көбейтеміз 336-ға, бөлеміз 245-ге. Тең болады. Тең болады екен, бізде 4,8. Келесі үшінші. 28 килограмм картоптан 5,6 крахмал алынады. 35 килограмм картоптан неше килограмм крахмал алынады? 28-дің 5,6-ға қатынасы, 35-дің x-ке қатынасы. Бұдан x тең болады. 5,6-ны көбейтеміз 35-ге, бөлеміз 28-ге. 28 бен 35 қысқартайық. 7-ге қысқартсам 5-тен берем. 7-ге қысқартсам 4-тен берем. Так, енді 5-ті 5,6-ға көбейтіп 4-ге бөлейік. Тең болады екен 7 килограмм крахмал. Келесі 80-ші есепті шығарайық. 4-ші санды тауып тура пропорционалдық құрымдар дейді. Так, былай дейді, 24-дің 8-ге қатынасы, 15-дің 3-ге қатынасы, 15-дің 9-дің 3-ге қатынасындай. Келесі екінші, мына біріншісі болды. Екіншісі 100-дің 30-ға қатынасы, 160-ның 48-ге қатынасындай деп аламыз. Келесі үшінші 9-дің 7-ге қатынасы. Так. 36-ның 28-ге қатынасындай. Келесі төртіншісі 3,5-дің 4,2-ге қатынасы. Сонда 2,4-дің 2,188-ге қатынасы. Бұл жерде міне 3,5 пен 2,188-дің көбейтіндісі 10,8, ал 2,4 пен 4,2-ның көбейтіндісі де 10,188 тең болып шығу керек бізде. Келесі 81-ші есеп, пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз дейді. Так, бірінші есептен бастайық. X бөлу 9-дан 8 тең 3 бөлінген 4. Бұл жерде x-ті табу үшін біз ортаңғы мүшесін көбейтеміз. 3-ті көбейтеміз 9-дан 8-ге, бөлеміз 4-ге. 9 бен 3-ті қысқартамыз. Сонда 3-тен 8-ді бөлеміз 4-ге. Тең болады. 8-ден 3-ті 4-ге көбейтеміз. Бөліміне түседі. Сонда 12-ден 8. Немесе бұны ары қарай қысқартатын болсақ, 4-ге қысқартатын болсақ, 12-ні 4-ге бөлсек 3, 8 4-ге бөлсек 2, 2-ден 3 болады. Келесі екіншісі x бөлінген 2,8 тең 5 бөлінген 7. Бұл жерден x тең болады. 2,8-ді 5-ге көбейтіп 7-ге бөлеміз. 2,8 бен 7-ні қысқартайық. 7-ге қысқартақ 0,4. Бұл жерде бір 0,4-ті 5-ге көбейтсек 2 шығады екен. Келесі үшінші 12 бөлінген 7 тең 9 бөлінген x. Бұл жерден x-ті табу үшін 7-ні көбейтеміз 9-ға, бөлеміз 12-ге. 7 жерде 9-ым 63, 12-ге. Енді 3-ге қысқартайық. Так, бұрыс бөлшек календр бірінші қысқарталайық. 12-ні 3-ге бөлсем 4, 63-ті 3-ге бөлсем 21. Сонда 16, 25 бүтін 4-тен 1, немесе 5 бүтін 100-ден 25 болады. Келесі төртінші 6,5 бөлінген 5,2 тең x-тің 8-ге қатынасы. X тең болады. 6,5-ті 8-ге көбейтіп
5,2-ге бөлеміз. 6,5 8-ге көбейтейік. 8 5 40, 0 түсіп 4 ойда. Ал жерде 8 48, ойдағы мен 52. Нешеге тұр қойылады. Сонда 52-ні біз 5,2-ге бөлеміз. Тең болады бізде 10. Келесі 5-ші. 4,5 бөлу 3,6. Тең x-тің 4-ке қатынасындай. Бұл жерден x-ті табу үшін шеткі мүшелерін көбейтеміз. 4,5-ті 4-ке көбейтіп, ортаңғы мүшесі 3,6-ға бөлеміз. Так, енді бұны біз 9-ға қысқартайық. Мына жерде 0,4 болады, 9-ға қысқартсақ 0,5 болады. Сонда 0,5-ті 4-ке көбейтіп, 0,4-ке бөлеміз. Сонда 2-ні бөлеміз 0,4-ке. 20-ны 4-ке бөлсек, сонда 5 болады. Келесі 6-шы. 15 бөлу 4. 15-тің 4-ке қатынасы тең x-тің 1,3-ге қатынасы. 1,3-ге қатынасы. Бұл жерден x-ті табу үшін 15-ті көбейтеміз. 1,3 дегенде 3-тен 4 деп алсақ болады. Бөлеміз 4-ке. Сонда бізде тең болады. 15-ті 4-ке көбейтеміз. 60. Мына 3 бөлімге түседі. 4 көбейтілген 3. Сонда 60-ты бөлеміз 12-ке тең болады екен 5-ке. Келесі 82-ші есеп пропорция түрінде жаз. Так, 3 көбейту 8 тең 4. Біріншісін жазып алайық. 3 көбейту 8 тең 4 көбейту 6. Оны бет жазамыз. 3 пен 8 ортаңғы мүшесі болады. 6 мен 4 шеткі мүшесі болады. Сонда 6-ның 3-ке қатынасы 8-дің 4-ке қатынасында деп жазсақ болады. Келесі екіншісі 9 көбейту 4 тең 12 көбейту 3. Так, 9 бен 4 шеткі мүшесі болады. 12 мен 3 ол ортаңғы мүшесі болады. 9-ның 12-ке қатынасы 3-ның 4-ке қатынасындай. Тура осылай жазып шығамыз. Келесі үшіншісі 15 көбейтілген 6 тең 10 көбейтілген 9. 15 пен 6 шеткі мүшесі болады. 10 мен 9 ортаңғы мүшесі болады. Келесі төртінші 35 көбейту 8 тең 20 көбейту 14. 35 пен 8 шеткі мүшесі болады. Бөлінген 20. 14 бөлінген 20 мен 14 ортаңғы мүшесі болады. Так, келесі 5-ші 16 көбейтілген 5 тең 8 көбейтілген 10. 8 бен 10 мысалы керісінше 8 10 шеткі мүшесі болса 16 мен 5 ортаңғы мүшесі болуға да болады, ауыстыруға да болады. Келесі 6-шысы 4 көбейту 3 тең 2 көбейтілген 6. 4 жерде 3 болады. Бөлінген 2 тең болады 6 бөлінген 3. Осылай аламыз. 83-ші есеп x-ті табыңыз дейді. 5-тің 6-ға қатынасы тең 2x-тің 3-ге қатынасы. Бұл жерде 6 көбейтілген 2x тең болады 5 көбейтілген 3. Сонда 12x тең болады 15-ке. X тең болады 15-ті 12-ке бөлеміз, қысқартамыз 3-ке. Сонда 1/4 немесе x тең болады 1/100-ден 25-ке. Келесі екіншісі 4-тің 9-ға қатынасы 8x-тің 45-ке қатынасы. Так, 8x 9 көбейтілген 8x тең болады 4 көбейтілген 45. 9 7 72x тең болады 45 4-ке көбейтсем 180. X тең болады 180 бөлінген 72. Так, ол тең болады 2/72-ден
Так, 180-нен аламыз 78, 144-ті. 144-ті. Так, мына жерде 6 бірін берді, 7. 7-тен 4 алсақ 36 болады. 78-ден 36, ол тең 2,5 деп алсақ болады. 2-ден 1 болды. Қысқарғанда 2,5. Келесі. Астына жасайық. X тең болады 2,5. Келесі үшіншісі. Так, 5x-тің 12-ге қатынасы тең 3-тің 2-ге қатынасындай. Сонда бізде 3 көбейтілген 5x тең болады 12 көбейтілген 2. Сонда 15x тең болады 24-ге, x тең болады 24-ті 15-ге бөлеміз. Қысқартайық 3-ге. Мына жерде 5-тен береміз. Мына жерде 8-ден береміз. 8-ді 5-ге бөлсек, x тең болады 1,5-тен 3, ол тең немесе 1,16 деп алсақ болады. Келесі 4-ші. 6-ның 7-ге қатынасы тең 10x-тің 21-ге қатынасы. Сонда 10x 7-ге көбейтсем 78 бірден жасасам тең 6 көбейтілген 21. 70x тең болады 12, 126, 126. X тең болады 126-ны бөлеміз 70-ге. Бұлай бөлшекпен бөлек. 126, мына жерде 70. Ол тең 1,5, 70-тен 56. Ары қарай қысқартатын болсақ, x тең болады 1,5. 7-ге қысқартсақ, 10-нан 56-ны 7-ге бөлсек 8, немесе 1,18 деп алсақ болады. Келесі 5-ші. 8-дің 9-ға қатынасы. 8-дің 9-ға қатынасы 4x-тің 27-ге қатынасындай. 4x-тің 27-ге қатынасындай. Так, сонда 4-ті 9-ға көбейтсем 36x тең 27 көбейтілген 8. Так, сонда 36x тең болады 27-ні 8-ге көбейтейік. Или мына жерден қысқартып жүруге де болады. Былай істейік, 36 мен тең тұрғы ортасында. 27 мен 36 9-ға қысқартайық. 36-ны 9-ға бөлсем 4-тен берем, 27-ні 9-ға бөлсем 3-тен берем. Сонда 4x тең болады 8 3-ім 24-ге. X тең болады 24-ті бөлеміз 4-ге. X тең болады 6-ға. Келесі 6-ші. 27-нің 5x-ге қатынасы. 5x-ге қатынасы тең 9-ның 16-ға қатынасындай. 5-ті 9-ға көбейтеміз 45x тең болады 27 көбейтілген 16. Тағы да қысқартайық. 45 пен 27-ні 9-ға қысқартсам 3-тен берем, 4-тен берем. Сонда 4x тең болады 3-ті 16-ға көбейтем 48. X тең болады 48 бөлінген 4. X тең болады 12 болады. X тең болады 12-ге. Номер 84-ші есеп. 3,5 метр темір білеушенің массасы 8,4 килограмм. Осы білеушеден 2 метр қиып алғанда қалған бөлігі неше килограмм? Қалған бөлігі, яғни 3,5-нан 2-ні алсам 1,5 метр болады. Сонда 3,5 метріміз бізде 8,4 килограмм екен. Ал енді 2 метрін қиып алдық, 1,5 метр қалды ғой. 1,5 метріміз бізде x килограмм екен. Бұлай x-ті табамыз. X тең болады. X тең болады. X-ті табу үшін 1,5-ді көбейтеміз 8,4-тен 3-ге бөлеміз 3,5-ге. Ары қарай есептейік. 1,5 мен 3,5-ді қысқартып жіберейік. 0,5-ге қысқартсақ. Мына жерде 3-тен береміз. Мына жерде біз 7-тен береміз. Так. 3 көбейту 4-тен 8 4-ге көбейтем 32. Оған 3-ті қосам 35.
бөлінген 7 тең болады. Ары қарай есептейік. 3 көбейтілген 35 бөлінген 4 көбейтілген 7. Енді 4 пен 7 мен 35 қысқартам, 5-тен берем. Сонда 4-тен 7-бірден берем, 15 немесе 15-ті 4-ке бөлсек 3 бүтін 4-тен 3 немесе 3 бүтін 175 деп алсақ болады, 3 бүтін 175 3 бүтін 175 килограмм болады. Жауабы 3 бүтін 175 килограмм. Келесі. Трактор жыртуға тиісті жердің 76%-ін жыртқанда 6 гектарға жер жыртылмай қалды. Қалғаны 6 гектар. Тракторшы барлығы неше гектар жер жыртуға тиіс? Сонда бізде барлығы 100%, 100%-дан азайтамыз 76%. Сонда бізде болады екен 24%. Сонда бізде 24% қалды. 24%-ы 6 гектар болады. 24%-ымыз 6 гектар болады. 100%-ымыз X гектар болады. X гектар болады. Сонда біз мына жерден X-ті табу үшін 6-ны көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 24-ге. Енді 24 пен 6-ны қысқартайық. Мына жерде 1-ден берем, мына жерде 4-ден берем. 100-ді 4-ке бөлсек 25 гектар болады екен. Жауабы барлығы 25 гектар. 8 адамнан құрылған балықшылар бірлестігі 518,4 центнер балық аулап, белгіленген жоспардан 160%-ға орындады. Бірлестіктің әрбір мүшесі жоспардан артық неше центнер балық аулады? Жоспардан артық. Сонда 60% жоспардан артық орындап тұр, Так, енді былай деп алайық. 160%-ымыз 518,4 центнер болса, 60%-ымыз X центнер болады, X центнер. Енді X-ті табу үшін 60%-ды көбейтеміз 518,4 центнерге, бөлеміз 160%-ға. Ары қарай есептейік. 60-ты 518,4. Енді мына жерде қысқартып жүрсек болады. 60 пен 160-ты 10-ға, 20-ға қысқартайық. 160-ты 20-ға бөлсек, 8-ден береміз. 60-ты 20-ға бөлсек 3-ден береміз. Сонда 518,4 3-ге көбейтіп 8-ге бөлеміз. Тең болады 194,4 центнер. Бұл 8 адамдікі. Енді 1 адамдікін табу үшін 194,4-ті 8-ге бөлек. Тең болады екен 24,3 гектар. Жауабы әрбір адам, әрбір мүшесі 24,3 гектарға артық, жоспардан артық центнер артық аулады. 5 монетаның біреуі жалған, қалғандары массалар бірдей шын монеталар. Жалған монета шын монетадан жеңіл, кіртасы жоқ рычагты таразымен ең көп дегенде 2 рет өлшеп, жалған монетаны қалай табуға болады? 5 монетадан 1 монетаны алып тастаймыз да, таразының екі жағына 2-2-ден қоямыз. Сол кезде екеуі егер теңесетін болса, онда қалған 1 монета жалған монета болып табылады. Егер теңеспесе, онда жеңіл жағындағы 2 монетаны алып, қайтадан таразының екі жағына қоямыз. Сол кезде қай жағы жеңіл, сол бізде жалған монета болып табылады екен. Келесі 88 X-тің мәнін табыңдар дейді. Бірінші есеп 3-ден 1 қосу 2-ден 1 көбейтілген X тең болады 3,175. 3-ден 1-ге 2-ден 1-ді қояқ, ортақ бөлім 6 болады. Мынаған 2-ден берем, мынаған 3-ден берем. 2-ге 3-ті қоссам 5,
x-ті жоғары шығарып жүруге болады. Алымына тең болады 3,175. Енді 5x тең болады 6 көбейту 3,175-ге. 5x тең болады 3,175-ті 6-ға көбейтеміз. 6 бесім 30, 3 ойда. 6 жетім 42, ойдағымен 45, 4 ойда. 6 үшім 18, ойдағымен 18, ойдағымен 22. 2 санаңы тұрған 22,5 болады. 22,5 жазайық. 22,5. Енді x-ті табу үшін 22,5-ті бөлеміз 5-ге. X тең болады. 22-ның ішінде 4 бар. Так, 25-ның ішінде 5 бар. Сонда 4,5 болады екен. Келесі екіншісі 5-тен 3 азайту 0,25 көбейтілген x тең болады 4,9. Так. Енді мына жерде былай бөлшек ретінде алайық. 5-тен 3 азайту 125 деген 4-тен 1 деп алсақ болады. Көбейтілген x тең болады 4,9. 4 пен 5-дің ортақ бөлімі 20. Наған 5-тен берем, наған 4-тен берем. Ортақ бөлімі 20. 12. Мына жерде 4 үшім 12. 12-ден 5 аламыз. 12-ден 5 алсақ 7. X-ті бірден жанына қасына жазсалайын. Тең болады 4,9-ға. Сонда 7x тең болады 4,9 көбейтілген 20. 7x тең болады 49-ды 2-ге көбейтсек. Так. 98. 98 болады. Сонда x тең болады 98 бөлінген 7. X тең болады. Так, 98 7-ге бөлсек бірден берем. Анда 28, 28-дің ішінде 4-тен бар. Сонда 14 болады. Келесі енді үшінші есепті шығарайық. Үшінші есеп. Так, 8-ден 7 минус 0,2 көбейтілген x тең болады 8,1. 8-ден 7 минус 0,1. 10-нан 2 дегеніміз 5-тен 1 деп алсақ болады. Көбейтілген x тең болады 8,1. 8 бен 5-дің ортақ бөлімі 40 болады. 40. Наған біз 5-тен береміз, наған 8-тен береміз. 7 5-ім 35. Азайтылған 8. Мына жерде x тең болады 8,1. 40. Енді 35-тен 8-ді аламыз, 27. X-ті жазылайық. Тең болады 8,1. Сонда 27x тең болады 40 көбейту 8,1. 27x тең болады. 81-ді 4-ге көбейтеміз. 4, 8 4-ім 32. 324. X тең болады 324 бөлінген 27. X тең болады 324-ті 27-ге бөлеміз, бірден береміз. 27, 12-ден 7-ні алсақ 5, 54. 54-дің ішінде 2-ден бар, сонда 12 болады жауабы. Тең болады 12. Келесі 4-ші есепті шығарайық. 4 азайту 2,7-ден 3 көбейтілген x тең болады 2,14-ден 5. 4 дегенде 3,7-ден 7 деп алсақ болады. Азайту 2,7-ден 3 көбейтілген x тең болады 2,14-ден 5. Так, енді азайтатын болсақ 3,2-ден 2 алсақ 1 болады. Ортақ бөлімі 7, 7-ден 3 алсам 4. X тең болады 2,14-ден 5. Енді жерден x-ті табу үшін 2,14-ден 5-ті бөлеміз 1,7-ден 4-ге, немесе 14-ден 14-ті 5-ге, 14-ті 2-ге көбейтем 28, 28-ге 5-ті қосам 33. 33-ті бөлеміз 7-ден 7 бірім 7, оған 4-ті қосамыз 11. Так, сонда x тең болады. Енді алымын бөліміне, бөлімін алымын ауыстырып көбейтеміз. 14-ден 33 көбейтілген 11-ден 7.
осы жерде қысқартайық. 14 пен 7-ні 1-ден берем, 2-ден берем. 33 пен 11-ді қысқартайық. 3-ден берем, 1-ден берем. Сонда тең болады 2-ден 3 шығады екен. Тең 1,5-ке. Сонда x тең болады 1,5 деп аламыз. Берілген екі пропорцияның әрқайсысы тура болатын а-ның және b-ның мәнін анықта. Біріншіден біз b-ның 12-ге қатынасы тең 2,4-дің 3-ге қатынасы. Енді осы жерден b-ны табу үшін 12-ні 2,4-ге көбейтіп 3-ге бөлеміз. 12 мен 3-ті қысқартамыз. Мына жерде 4-тен береміз, мына жерде 3-тен береміз. 1-ден береміз. 1-ден береміз. Сонда b-ның мәні 4 көбейтілген 2,4, ол тең 9,16-ға тең екен. Енді мына жерге а бөлінген 9,16 тең, енді b-ның мәнін қойдық, мына жерге тең болады 5-тің 6-ға қатынасындай. Енді осы жерден а-ны табу үшін 9,16-ны 5-ге көбейтіп 6-ға бөлеміз. Сонда бізде а-ның мәні 8-ге тең болады екен. Енді мына жерге жазайық. А-ға 8 бөлу 9,16 тең 5-тің 6-ға қатынасындай болады. Келесі екіншісін шығарайық. b-ның, енді бөлшекпен жазайық. b-ның 0,5-ке қатынасы тең 8,4-дің 3-ге қатынасындай. Енді осы жерден b-ны табу үшін біз 0,5-ті 8,4-ге көбейтіп 3-ге бөлеміз. Сонда бізде b-ның мәні 1,4-ге тең болады. Енді мына жерге кеп қоямыз. Жерге кеп қояйық. Так. А бөлінген 2,3-тен 1 тең болады. b дегенге 1,4 бөлінген 1,6-дан 1. Енді осы жерден а-ны табу үшін 2,3-тен 1-ді көбейтеміз 1,4-ге, бөлеміз 1,6-дан 1-ге. Сонда бізде а тең болады. Енді мынаны бөлшекпен жазайық. 3-тен 2 7 3 6, 1-ді қосамыз 7, 3-тен 7 көбейту 1,4 бөлінген 6-дан 7. Осы жерден былай істейміз. Так. Бөлек бай есептей салайық. Сонда а тең болады 3-тен 7-ні көбейтеміз 1,4. 1,4 дегенді 5-тен 2 деп алсақ болады. Бөлеміз 6-дан 7-ге тең. Енді ары қарай есептеп көрейік. Сонда 3-тен 7-ні көбейтеміз 5-тен мына жерде 7-ге. Бөлеміз 6-дан 7-ге. Енді бөлгенде көбейтеміз ғой. Алымы бөлімін ауыстырып 1-ден көбейте салайық. 7-ден 6-ға тең болады. Енді көбейтеміз. 7-ні 7-ге көбейтем 49. 3-ті 5-ге көбейтем 15. Көбейту 7-ден 6. Енді үшінен қысқартам. 49 бен 7-ні қысқартам. 7-ден берем. 15 бен 6-ны қысқартам. 3-ге бөлем 2-ден берем. 3-ге бөлем 5-ден берем. Мына жерде 1-ден бердім. Сонда мына жерде 5-ден 7 14. Ол тең 2,5-тен 4. Немесе 2,8 деп алсақ болады. Сонда бізге а дегенге 2,8-дің 2,3-тен 1-ге қатынасы тең болады 1,4-дің 1,6-дан 1-ге қатынасындай. Осылай есептейміз. Келесі 90 есеп. X-ті табыңдар дейді. Бірінші есеп. 2x плюс 1-дің 1,3-ге қатынасы тең 2,5-дің 0,65-ге қатынасы. Енді 2x плюс 1 көбейту 0,65 тең 2,5 көбейтілген 1,3. Сонда 0,65 көбейтілген 2x плюс 1 тең болады. 2,5-ті 1,3-ге көбейтем. Тең болады екен 3,25.
2х плюс 1 тең болады 3,25-ті бөлеміз 0,65-ке. Сонда 2х плюс 1 тең болады бізде 5-ке. Сонда 2х тең болады 5 азайту 1, 2х тең болады 4-ке, х тең болады 2-ге, 4-ті 2-ге бөлеміз, 2-ге тең. Келесі екінші есепті шығарайық. 3,25, 4х азайту 1,9 тең болады 13 бөлінген 0,4. Так, 4х азайту 1,9 көбейтілген 13 тең болады 0,4 көбейтілген 3,25. 4х азайту 1,9 көбейтілген 13. Енді бізде 0,4-ті көбейтейік 3,25-ке. Сонда 1,3 болады екен. Сонда 4х азайту 1,9 тең болады 1,3 бөлінген 13-ке. 4х азайтылған 1,9 тең болады 1,3-ті 13-ке бөлсек 0,1. 4х тең болады 0,1 қосылған 1,9. 4х тең болады 2-ге, х тең болады 2-ні 4-ке бөлеміз 0,5-ке. Келесі енді 3-ші 4-ші есепті шығарайық, өшіп тастайық. 3-ші есеп. Так, 2,7 ның 9-ға қатынасы тең 1,5-тен 1-дің 3х плюс 1-ге қатынасы. Так, 3х плюс 1 көбейту 2,7 тең 9 көбейту 1,5-тен 1 дегенді 1,2 деп алсақ болады. 1,5-тен 1, 1,2-ге тең. 1,2-ге тең, оны біз 1,2 деп жазсақ болады. Так, енді ары қарай есептеймік. Так, енді жазайық. 3х плюс 1 көбейту 2,7 тең. Енді 9-ды 1,2-ге көбейтейік. 9-ды 1,2-ге көбейтсек 10,8. 3х плюс 1 тең 10,8 бөлінген 2,7. 3х плюс 1 тең болады 10,8-ді 2,7-ге бөлсек бізде 4 болады екен. Сонда 3х тең болады 4 минус 1. 3х тең болады 3-ге, х тең болады 1-ге. Келесі 4-ші есеп шығарайық. 1,5-тен 4 бөлінің 2,5-ге қатынасы тең 7,2-ның 6х плюс 1-ге қатынасы. Бізде былай қарама-қарсы міне екеуінің көбейтіндісі міне екеуінің көбейтіндісіне тең, оны білеміз. Енді 1,5-тен 4 дегенді 1,8 деп алсақ болады. 1,8 деп алсақ болады. Оны сан ретінде алайық. Сонда 1,8-дің 6х плюс 1-ге көбейтіндісі тең 2,5-дің 7,2-ге көбейтіндісіне тең екен. Енді 1,8 жерде 6х плюс 1 тең болады. Енді 2,5-ді біз 7,2-ге көбейтейік. Сонда бізде 18 болады екен. Сонда 6х плюс 1 тең болады 18 бөлінген 1,8. 6х плюс 1 тең болады 10-ға. 18 1,8-ге бөлсек 10. Сонда 6х тең болады 10 азайтылған 1. 6х тең болады 9-ға. Енді х тең болады 9 бөлінген 6-ға. Х-ымыз бізде 1,5-ге тең екен. Келесі есептерді шығарайық. Енді 5 пен 6-ны. Так, 5-ші есеп. 6 бөлінген 1,5-тен 4 тең болады 3х қосылған 0,16-ның 2,188-ге қатынасы. Енді мына жерде 1,5-тен 4 дегенді 1,18 деп алсақ болады. Сонда былай деп жазамыз. 1,18-дің 1,18 көбейтілген 3х плюс 0,16 тең 6 көбейтілген 2,188. 1,18 3х
плюс 0,6 тең болады. Енді біз алтыны 2,188-ге көбейтейік. Сонда 17,128 шығады екен. Ары қарай 3х плюс 0,6 тең 17,128-ді бөлеміз 1,18-ге. Сонда 3х плюс 0,6 тең болады. 17,128-ді 1,18-ге бөлсек 9,16 болады. Ары қарай 3х плюс 0,16-ны теңдіктің сол жағына шығарып жіберейік. Сонда 9,16 минус 0,16. 3х тең болады 9-ға. Х тең болады 9 3-ге бөлеміз. 3-ге тең болады. Келесі енді 6-шы есеп шығарайық. Так, мына жерде 8-ден 3-тің 0,175-ге қатынасы тең 0,16-ның х минус 2,18-ге қатынасындай. Так, енді 8-ден 3 көбейту х минус 2,18 тең 0,16 көбейту 0,175. 8-ден 3 х минус 2,18 тең болады. Енді 0,175-ті біз көбейтеміз 0,16-ға. Сонда 0,145 шығады екен. Так, х минус 2,18 тең болады. 0,145-ті былай жасақ болады. Мына жерде 100-ден 45 бөлу 8-ден 3. Х минус 2,18 тең болады. 100-ден 45 деген қысқартып алайық. 5-ке қысқартайық. Мына жерге 20-дан 9 деп алайық. 20-дан 9 көбейту 3-ден 8. Ары қарай қысқартайық. 20 мен 8 қысқартайық. 8-ді 4-ке бөлсек 2-ден береміз. 20-ды 4-ке бөлсек 5-ден береміз. Сонда 5-ді 3-ке көбейтем 15. 9-ды 2-ке көбейтем 18. 15-ден 18 болады. Келесі х тең болады 15-ден 18-ді ары қарай қысқартсақ та болады. Мына жерде 15-ден 18 3-ке қысқартайық. 3-ке қысқартсақ мына жерде 5-ден береміз, 6-дан береміз. Сонда ол бізде 1,2-ге тең. 6-ны 5-ке бөлсек 1,2-ге тең. Сонда бізде х тең болады 2,8 қосылған 1,2. Сонда х-ымыз бізде 4-ке тең болады. 91-ші есеп. Мирас 195 санын 20%-ке кемітті де, оның 75%-ын есептеп тапты. Мирас қандай санды есептеп тапты? Сонда 195%-ымыз бізде 100%, 20%-ымыз бізде х болады. Сонда х-ті табу үшін біз 195-ті 20-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сонда 39 санына кемітіпті. Сонда алдыңғы саны 195, одан 39-ды аламыз. Сонда 156 саны. Енді осы 156 санның 75%-ін есептейміз. 156 саны бізде 100%, 75%-ымыз х болады. Сонда х-ті табу үшін 156-ны көбейтеміз 75-ге, бөлеміз 100-ге. 156-ны көбейтеміз 75-ге, оны бөлеміз 100-ге, сонда 117 болады екен. 117 саны. Сонда жауабы Мирас 117 санын есептеп тапты. Санын есептеді. Есептеп тапты. Келесі 92-ші есеп. Массасы 0,9 кг. Жіптен ені 1,5 метр, ұзындығы 3 метр мата тоқылады. Ал массасы 6,3 кг жіптен тоқылған ені 1,2 метр матаның ұзындығы қанша метр болады дейді. Массасы 0,9 кг жіптен ені 1,5 метр, ұзындығы 3 метр мата тоқылды. Массасы 6,3 кг жіптен ені 1,2 метр матаның ұзындығы неше
метр болды. Осы жерден біз масса мен ауданға байланысты пропорция құрайық. Массасы 0,9 килограмм болған кезде ауданы, яғни ауданы ені мен ұзындығын көбейтеміз, 1,5-ті көбейтеміз 3-ке. Ал енді массасы 6,3 килограмм болған кезде ені 1,2, енді ұзындығын x деп аламыз. Енді осы жерден x-ті табу үшін бір-біріне қарама-қарсыларды көбейтіп бөлеміз. Так, 6,3-ті көбейтеміз 3-ке, көбейтеміз 1,5-ке, бөлеміз 0,9-ға, бен 1,2-ның көбейтін. Енді осы жерден 0,9 бен 6,3-ті қысқартайық. 0,9 0,9-ға бөлсек 1, 6,3 0,9-ға бөлсек 7. 7-ні 3-ге көбейтем 21. Енді осы жерден біз 21-ті 1,5-ке көбейтіп, сонда бізде шығады екен 31,5. Оны бөлеміз 1,2-ге. Сонда 26,25 метр болады екен. Жауабы матаның ұзындығы 26,25 метрге тең. Келесі жұмысшылар 3 күнде 10 метр көпірдің 360 метрін жасап бітірді. Ені 10 метр. Сонда бізде 3 күнде, яғни күн мен ауданға байланысты пропорция құрамыз. 10 метр, яғни енін ұзындығына көбейтеміз. Сонда 360 метр. Ал 8 күнде дейді, 8 күнде 12 метр, ені 12 метр, ұзындығын біз x деп алайық. Сонда біз осы жерден мына x-ті табамыз, метр деген табыстайық. 12 көбейтілген x. Осы жерден x-ті табу үшін біз 8-ді көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 360-ға, бөлеміз 3-ті көбейтеміз 12-ге. Қарай есептек. 360 пен 12-ні қысқартайық. 1-ден береміз. Мына жерде 30-дан береміз. 3 пен 10-ды қысқартып жүрек. 3 пен 30-ды. Мына жерде 10-дан береміз. Сонда бізде шығады 800 метр. Жауабы 8 күнде ені 12 метр көпірдің ұзындығы 800 метр болады екен. Ауданы 5 метр квадрат ас пісіретін бөлменің еденіне төсеу үшін ені 5-тен 2 метр, тақтайдың ұзындығы 15 метр. Ауданы 8 метр квадрат бөлменің еденіне төсеу үшін ені 0,25 метр тақтай, неше метр тақтай қажет. Сонда бізде 5 метр квадратқа ауданы, яғни ені 5-тен 2 көбейтілген ұзындығы 15 метр. Ал ауданы 8 метр квадратқа ені 0,25 метр, ұзындығын x деп аламыз. Сонда былай x-ті табамыз. X тең болады. 8 көбейту 5-тен 2 көбейтілген 15 бөлінген 5 көбейтілген 0,25 тең болады. Ары қарай қысқартайық. Енді осы жерден 5 пен 15-ті қысқартамын. 3-тен берем. 2 жерде 3 6, 6 жерде 8-ім 48. 0,25-ті 5-ке көбейтсек 1,25. Енді 48-ді 1,25-ке бөліп жүрек. Сонда бізде шығады екен 38,4 метр керек екен. Жауабы ауданы 8 метр квадрат бөлменің еденіне төсеу үшін 0,25 метр, ені 0,25 болса, оның ұзындығы 38,4 метр екен. Цехтағы 8 жұмысшы 6 күнде 9-дан 4-ін орындады. Қалған тапсырманы 5 күнде орындау үшін цехқа тағы да неше жұмысшы қажет. Сонда 8 күнде 6 жұмысшы тапсырманың 9-дан 4-ін орындады. Енді 5 күнде X жұмысшы тапсырманың қалған бөлігін орындады. Ол 9-дан 5-ін орындады. Сонда былай есептейміз. Енді осы жерден x-ті табу үшін 8-ді көбейтеміз 6-ға, көбейтеміз 9-дан 5-ке бөлінген 5 пен 9-дан 4-дің бөлінісіне. Енді осы жерден 9-дарды қысқартып жүрсек болады, көбейтіліп тұрғандықтан. Сонда бізде 5 пен 5-ті де қысқартамыз. 5 пен 5-ті.
8-ді көбейтеміз 6-ға, бөлеміз 4-ге. 8 жерде 6-ым 48, 48-ді 4-ге бөлеміз. Тең болады 12. Енді бізде қанша жұмысшы қажет? Барлығы 12 жұмысшы болса, одан басында бізде 8 жұмысшы болды. Соны азайтып тастаймыз, сонда 4 жұмысшы. Жауабы тағы да 4 жұмысшы қажет. Келесі 96. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы, екінші салт атты адамның жылдамдығының қатынасы 5-2-ның 20-дан 7-ге қатынасындай. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы екінші салт атты адамның жылдамдығынан 15 км сағатқа артық. Бірінші салт атты адамның жылдамдығын табыңыз дейді. Сонда бірінші салт атты адамның жылдамдығын x деп белгілейік, екінші салт атты адамның жылдамдығын y деп белгілейік. Сонда бірінші адамның жылдамдығының екінші адамның жылдамдығына қатынасы 5-2-ның 20-дан 7-ге қатынасындай. Енді бірінші салт атты адамның жылдамдығы x, ол тең екінші салт атты адамның жылдамдығынан 1,5 км сағатқа артық. Y қосылған 1,5. Енді бірінші салт атты адамның жылдамдығын тап дейді. X-ті табамыз. Алдымен Y-ті тауып аламыз, сосын X-ті табайық. Так. X дегенге Y қосылған 1,5 бөлінген Y тең болады. 2-ден 5 дегенді 0,4 деп алсақ болады. Бұлай алсақ бөлшекпен. Так, 5-ден 2 бөлінген 20-дан 7. Сонда Y қосылған 1,5 бөлінген Y тең болады. 5-ден 2 көбейтілген 7-ден 20. Енді қысқартайық. 5 пен 20-ны қысқартайық, 4-тен береміз. Тең болады. 2-ні 4-ге көбейтеміз. 8, 7-ден 8. Енді қарама қарсыларын өзара көбейтеміз. 8Y тең болады 7 көбейтілген Y қосылған 1,5. 8Y тең болады 7Y азайту. Енді біз 7-ні 1,5-ге көбейтейік. 7-ні 1,5-ге көбейтсек 105 болады. 10,5 болады. 1,5 қой бізде. 10,5. Енді 7Y-ден жерде қосу, 8Y азайтылған 7Y тең болады 10,5. Сонда Y тең 10,5-ге. Ал енді X-ті табу үшін мынаған қоямыз. Y дегенге 10,5-ті қоямыз. X дегенге 1,5-ті қоямыз. Сонда 12 болады. 12 км сағат екен. Сонда жауабы бірінші салт атты адамның жылдамдығы 12 км бөлінген сағатқа тең. Келесі 97 есеп. 4 комбайн бір күнде 56 гектар жердің егінін жинады. 3 комбайн 3 күнде неше гектар жердің егінін жинайды дейді. 4 комбайн бір күнде 56 гектар жердің егінін жинады. 3 комбайн 3 күнде X гектар жердің егінін жинады. Енді өшеден X-ті табамыз. X тең болады 56 көбейту 3 бөлінген 4. 56 мен 4-ті қысқартайық. 56 мен 4-ті қысқартайық. 56-ны 4-ке бөлсек 14. 14-ті көбейтеміз 9-ға тең болады. 9 4-ім 36, 6-сы 3 ойда. 9 1-ім 9, ойдағы мен 10, 12. Сонда 126 гектар жердің егінін жинады. Жауабы 126 гектар. Келесі 98 есеп шығарайық. Исаак Ньютонның жалпы арифметикасынан көшіріп жазушы 8 күнде 15 бетті көшіріп жазды. 405 бетті 9 күнде көшіріп жазу үшін неше көшіріп жазушы қажет дейді. Көшіріп жазушы адам қажет дейді. Сонда бір көшіріп жазушы
8 күнде 15 бет жазады екен. X көшіріп жазушы 9 күнде 405 бетті жазады. Енді осы жерден X-ті табамыз. X тең болады 1 көбейту 8 көбейту 405 бөлінген 9 көбейтілген 15. Енді біз есептеп жіберейік. 8-ді көбейтеміз 405-ке 3240. 15-ті 9-ға көбейтеміз 135. Сонда 3240-ты бөлеміз 135-ке тең болады 24 болады. Сонда бізде жауабы 24 көшіріп жазушы қажет. Амалдарды орындаңдар. Жақшаның ішінде бірінші амал бөлу, екінші амал. Мынау үшінші амал, мынау төртінші амал, мынау бесінші амал, алтыншы амал азайту. Жетінші амал, мынау сегізінші амал, бөлу, тоғызыншы амал. Енді бірінші амалдан бастайық. Бірінші амал 2,7-ге 2,7-ге қосамыз 5,20-дан 1-ді. 2,5-ге 5,5 қосам 7, ортақ бөлімі 20. Мынаған 2-ден берем, мынаған 1-ден берем. Сонда 14-ге қосамыз 1-ді. Тең болады 7,20-дан 15, немесе 7,4-тен 3. Келесі екінші амал 7,4-тен 3-ті көбейтеміз 10-нан 8-ге тең 4. 4 жерде 7, 28, 28-ге 3-ті қосамыз 31 көбейту 10-нан 8. Қысқартам. 4 пен 8 қысқартам. 1-ден берем, мына жерде 2-ден берем. Енді 10 мен 2-ні қысқартам. Мына жерде біз 1-ден береміз, мына жерде 5-ден береміз. Тең болады 5-ден 31 шығады екен. 5-ден 31. Енді келесі үшінші амал. 57,4-ті бөлеміз 4-ге. 1-ден бар 4-ті аламыз. 17, 17-дің ішінде 4-ден бар. 16-ны аламыз, 1, 4-ті түсіреміз. 14-дің ішінде 3-ден бар. Аламыз 12-ні. 2, 0 түсіреміз, мына жерде 5-ден бар. Аламыз 20-ны. Келесі 4-ші амал 1,6-дан 1-ді бөлеміз 4,3-ден 2-ге. Сонда 6-дан 7-ні бөлеміз 3-ден 4 шым 12, 14-ге. Тең 6-дан 7-ні көбейтеміз. 14-ден 3-ге қысқартамыз. Некен қысқартам 1-ден берем, 2-ден берем. Сонда бізде шығады екен. Ана екеуінде қысқартсақ болады. 1-ден берем, мына жерде 2-ден берем. 4-ден 1, ол 0,125 деп алсақ болады. 4-ші амалды болдық. Енді 5-ші амал. 5-ші амалда 3-ші амал мен 4-ші амалды қосамыз. 3-ші амал 14,135 плюс 4-ші амал 31-ді 5-ге бөлсек 6,2. 14,6-дан 6,2-ні азайтамыз. Сонда бізде шығады екен 8,4. Келесі 7-ші амал 1,3-ден 2-ге қосамыз 5-ден 1-ді. Сонда 1,, ортақ бөлімі 15. Мына жерде 5-ден берем, мына жерде 3-ден берем. 10-ға қосамыз 3-ті. Тең болады 1,15-ден 1,15-ден 13. Келесі 8-ші амал 2,15-ден 1-ден азайтамыз 1,15-ден 13-ті. Немесе оны 1,15-ден 16-дан азайтамыз 1,15-ден 13-ті. 1-ден 1-ді алсақ 0, ортақ бөлімі 15, 16-дан 13-ті аламыз. Наған 1-ден береміз, наған 1-ден береміз. Сонда 15-ден 3 қалады. Келесі енді 9-ші амал 8,4-ті бізде жаңағы.
сонда мына жерде ары қарай жазатын болсақ 3-ке қысқартамыз. 5-тен 1. Ол бізде 0,2. Келесі. Енді 8,4-ті бөлеміз 0,2-ге тең болады. Немесе 84-ті 2-ге бөлгенмен тең. Тең жауабында 42. Тең болады. Жауабын жазып қояйық. 42-ге.